Қайырлы күн достар, эфирде Қажолғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанара Сәрсенқызы. Қажолғызы Азия және әлемдегі елдердің болашақ жолдары атты 5-ші халықаралық жол құрылысы конференциясында және жол саласының болашағына арналған пиар халықаралық семинарында құрылыс саласындағы соңғы жетістіктерін таныстырды. Қазақстан Республикасының көлік вице-министрі Аблалиев Сайжан Айтенұлының төрағалығымен Қажолғызы акционерлік қоғамы қабырғасында көлік министрлігі жанындағы жолшылардың қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өткізілді. Цемент бетон жабындарын сақтап қалуға арналған материалдары құрамдарының тиімділігін анықтау мақсатында Қажолғызы отандық өндірушілер арасында конкурстық сынақтарды жүргізді. Зерттеулердің басым бағыттарын және отандық ғалымдарының әзірлемелері коммерцияландыру үшін платформа құру мақсатында Алматыда жол құрылыс ғылым және бизнес атты форум өткізілді. 2024 жылғы 17-19 қыркүйек аралығында Қажолғызы акционерлік қоғамында ресурстық әдісті қолдана отырып автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі баға белгілеу және смета ісі бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары өтті. Қажолғызы акционерлік қоғамы суперасфальт технологиясын Қазақстанға енгізу үшін ұлттық стандарттарды әзірлеуді жалғастыруда. Осыған орай отандық ғалымдары осы технологияның әзірлеушілердің бірі профессор Хусейн Бахиямен және Honeywell компаниясының өкілдерімен кездесті.